Қайырлы құрметті әріптестер, мен Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылы Сәдуақас Серкебаев атындағы мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі Жұмаш Сұлтан Қанатұлы. Мен Жұмаш Сұлтан Қанатұлы 2001 жылы 25 қарашада Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылында дүниеге келген болатын. 2007 жылы Сәдуақас Серкебаев атындағы мектеп гимназиясына 1-ші сыныпқа қабылданып, 2018 жылы осы оқу орнын тәмамдадым. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезімде оқу мен білімге құштар болдым деп қайталамын. Себебі мектеп кітапханасынан үнемі шықпайтын едім. Бұл кітапхананың әр кітабы мен үшін ыстық. Әрбір 11-ші сынып оқушысының ойында тұратын сұрақ, ол қандай маман иесі боламын. Мен 11-ші сынып оқыған кезде тура осындай сұрақ менде туындады, және де ойымдағы қабілеттерге қарай, өзімнің бейіміне қарай мен мұғалім боламын деп шешкен едім. Арманыма жету жолында 2018 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне тарих дінтану мамандығына грантқа түстім. 2018-2022 жылдар аралығында сол университеттің студенті атандым. 2022 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін жақсы аяқтағаннан кейін өзімнің туып өскен ауылым Кеген ауылына келіп қызметке орналастым. 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Сәдуақас Серкебаев атындағы мектеп гимназиясының тарих пәні мұғалімі қызметіндемін. Жоғарғы оқу орнын бітірген әр студенттің алдында үлкен мақсат тұрады. Ол жақсы маман иесі болу. Ұстаз болып мектептің алғаш табалдырығын аттаған кезінен бастап менің алдыма қойған мақсатым да осы. Ұстаз ұлағатты есім, ұстаз мектептің жүрегі. Ұстаздық жолымның алғашқы баспалдағында мені Сәдуақас Серкебаев атындағы мектеп гимназиясының ұстаздары жылы лебізбен қарсы алды. Жоғарғы оқу орын қабырғасында оқып жүрген кезінде мен Атамекен интеллектуалды пікірсайыс клубында дебат ойындарымен айналысқан болатын. Жалпы дебат маған не берді? Біріншіден, дебат менің ораторлық қабілетімді ашуыма көп көмегін тигізді. Екіншіден, дебат менің сөз саптауымды дұрыс, ойымды тиянақты жеткізуіме көмегін тигізді. Үшіншіден, көпшіліктен қорықпауға көмегін тигізген болатын. Дебат маған көмектескеннен кейін мен мектеп қабырғасында өз біліміммен бөлісуді жөн көрдім. Яғни мектептегі дебат клубын одан ары жандандырып, оқушылардың дебатқа деген қызығушылығын арттырып, дебат ойындары қалай ойналады, дебат ойындарын қалай өткізу керек, оның форматы қандай және қалай ойнау керек, барлығын тиянақты түсіндірген болатынмын. Нәтижесінде менің оқушыларым аудандық кезеңде сүрінбей өтіп облыстық дебат ойындарына шыққан болатынбыз. Облыстық дебат ойындарында біз ұлттық нақыштағы ең үздік киім номинациясын иелендік, және де алғаш дебат ойнаған оқушылар 1-8 финалға дейін жетіп, өзімізді жақсы қарсылас ретінде көрсете алдық. Мен жас мұғалім болғаннан кейін мен өзімді барынша шыңдауға, барынша өз қабілеттерімді, өз таланттарымды ашуға тырыстым. Дебат ойыны ол менің бір талантымның бір қыры деп алсақ та болады. Және де мен жас маман екеніме қарамай, өзімнің құзыреттілігімді дамытуым үшін педагогикалық құзыреттілік курстарынан өткен. Атап айтатын болсақ, 2022 жылы 10-11 сыныптардың қиын тақырыптар тақырыбында пәндік құзыреттілігімді өрлеу курсын аяқтаған болатынмын. Және де сол жылы lesson study, яғни сабақты зерттеу курсын аяқтадым. Неліктен десеңіздер, әр білікті мұғалім өз сабағын зерттей білу керек. Және де 2023 жылы сынып жетекшілерге арналған мектептегі зорлық-зомбылық курсын 80 сағаттық курсын тәмамдаған болатын. Себебі мен сынып жетекшімін. Менің қазіргі таңда 8-ші В сыныбына сынып жетекшілік қызметін атқарып келе жатырмын. Оқушың жетістікке жетсе, сен де жетістікке жетесің. Мұғалімнің үміті қашан ақталады? Оқушысы жақсы жетістікке жетсе, мұғалімнің үміті ақталды деп білемін. Менің оқушыларым аздаған уақыттың өзінде көптеген белестерді бағындырды. Айта кететін болсақ, аудандық, республикалық, халықаралық, облыстық дәрежедегі дипломдармен марапатталған болатын. Мен ұстаз ретінде өзімді шыңдаудан, өзімнің біліктілігімді арттырудан ешқашан қашқан емеспін. Мен әртүрлі сайыстардан, әртүрлі олимпиадаларда өзімді басқа қырынан көрсетуге тырысамын. Айта кететін болсақ, облыстық, республикалық, халықаралық және аудандық мектепшілік жарыстар барлығына да қатысып, барлығынан да жүлделі орын алуға тырысамын. Алматы облысы музейлер бірлестігінің директорының қолынан, Алматы облысы жастар ресурстық орталығы директоры қолынан, аудандық білім бөлім басшысының қолынан да түрлі алғыс хаттарды, түрлі орындарды алған едім. Жаңа мектепке жаңаша ұстаз. Қазіргі таңда ақпараттық коммуникативті технологиялар дамыған заманда әр мұғалім өзін жаңа қырынан таныта білу керек.
Құрметті мұғалімдер, құрметті әріптестер, сіздердің қатарларыңызға қосылғаныма қуаныштымын. Мен үшін бұл тек қана жұмыс емес, бұл менің жүрегімнің қалауы. Сонымен қатар жаңашыл идеяларды жүзеге асыруға, шәкірттерге тарих ғылымының сырын ашуға арналған ерекше мүмкіндік. Тарих тек өткеннің шежіресі ғана емес, ол бүгін мен болашақты танудың кілті. Оқушыларымның бойына отансүйгіштік сезімін сіңіріп, олардың дүниетанымын кеңейту менің басты міндетім. Бірге білім мен тәрбие беріп, ұрпақтың жарқын болашағына үлес қосу жолында сіздермен ынтымақтастықта еңбек етемін деп сенемін. Жаңашылдық пен ізденіс менің басты ұстанымым. Жаңа белестерді бірге бағындырайық. Құрметпен тарих пәнінің мұғалімі Жұмаш Сұлтан Қанатұлы.